Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Кезекті сабағымыз Microsoft Excel'ге арналған. Microsoft Excel'дегі логикалық операторлар, сосын негізгі функцияларды қарастырып өтейік. Жалпы Excel программасындағы операторлар бинарлы және унарлы деп екіге бөлінеді. Ең бірінші сабақта binary digit деген бір ұғымды айтқан болатынбыз. Сол жердегі, яғни қысқарғанда бит деген сөз шығады дедік. Binary digit, b деген бұл екілік, екі деген мағынаны білдіреді дедік. Яғни бинарлы операторлар қос мәнмен жұмыс істейтін, осыдан түсінсек болады. Мысалға, көбейту оператор сол жақтағы санды оң жақтағы санға көбейтеді. Унарлы операторлар бір мәнмен жұмыс жасайды. Қосу немесе азайту, қосу болса өзгеріссіз, минус болса теріс санға шығады деген сияқты операторлардың қызметі бар. Яғни бұл жерде теориялық тұрғыда операторлар бинарлы және унарлы деп екіге бөлінетінін білуіміз керек. Әрмен қарай операторларды енді математикалық түрінен бастайық. Жалпы операторлар қандай да бір қызмет атқару үшін қажетті нәрселер. Ең қарапайым математикалық белгілердің барлығы сендерге таныс. Плюс, минус, көбейту, бөлу, пайызға шығару. Содан кейін мына бір назар аудара кететін белгі знак крышки дейді. Яғни бұл дәрежеге шығару. Мысал ретінде мына жерде жазсақ, синтаксиста x, мына белгіні сосын 2-ні қойсақ, ол x квадрат деген мағынаны білдіреді. Міне математикалық операторлар осы. Айта кететін жайт, мына пайыз белгісі Excel'де процент болып тұр. Кейбір программалау тілдерінде пайыз белгісінің мағынасы басқаша, дәреженде басқаша қолданылады. Тек мұнау қазір беріліп жатқан экранда көріп отырған математикалық операторлар тек Excel'ге тән. Тек кейбір нелерде өзгеріп отырады программалау тілдерінде синтаксисіне байланысты. Қазір біз Excel'ге қатысты операторларды айтып жатырмыз. Әрмен қарай, салыстыру операторлары, енді бұл салыстыру операторлары көп жағдайда шартты есептерді, шартқа байланысты есептерді шығарғанда пайдаланылады, қолданылады. Бұл жерде де барлығы түсінікті деген ойдамын. Мынау тең, үлкен, кіші. Ендігі мына жерде тағы бір назар аудара кететін белгі, бұл үлкен немесе тең, кіші немесе тең белгісі. Яғни мұнан былай керісінше қоятын болса, кіші немесе тең, ал мынау үлкен немесе тең деген мағынаға ие. Әрмен қарай екі біздің үлкен кіші белгімізді бір-біріне қаратып қойсақ, бұл тең емес деген мағынаға ие екен. Қайталап айтам, салыстыру операторлары көп жағдайда шарты бар шартқа қатысты есептерде пайдаланылады. Яғни оңға тең сандарды шығар, оңнан үлкен немесе тең деген секілді шарт қойып бастаған кезде осы операторларды пайдалану қажет. Әрмен қарай, текстік оператор. Текстік операторға амперсанд жатады. Амперсанд белгісі былай белгіленеді. Амперсанд бұл екі ұяшықты бір-біріне, текстік екі ұяшықты бір-бірімен біріктіріп, бір ұяшыққа жинайды. Мысал ретінде мына суретке назар аударыңдар. Бізде А2 ұяшығында компьютер деген сөз бар, С2 ұяшығында жады деген сөз бар. Осы екі ұяшықтағы сөзді D2 ұяшығында амперсанд арқылы ұяшықтардың адресін жазғанда бізде результатта міне компьютер жады деген бірігіп шыққан сөзді көріп отырмыз. Осы текстік оператор амперсанд сөздердің бірігуіне қызмет жасайды. Әрмен қарай, сілтеме операторы. Бұл жердегі операторлар таныс, екі нүкте, үтір нүкте және пробел. Екі нүкте бұл бірінші және соңғы ұяшық арасына қойылады, диапазонды анықтайды. Диапазон пайда болады. Мысалға, А1 ұяшығынан А15 ұяшығына дейін бізде 15 ұяшықтың диапазоны. Мұны көп жағдайда біз қолданған кез суммасын шығарғанда бір қатардың немесе бағанның осы
операторды пайдаланып жүрдік. Әрмен қарай үтір нүкте операторы бұл бірнеше сілтемені сілтемеге жинақтайды. Үтір нүкте арқылы біз формуланың ішіне бірнеше шарттарды осы үтір нүкте арқылы қойып, үтір нүкте арқылы қою арқылы бірнеше шарттарды қоя аламыз, немесе осындай диапазондарды қоя алады екенбіз. Яғни бір жағынан үтір нүкте деген мына жерде A1-A15-тен тоқтайды деген мағынаны білдіреді деп түсінсек болады. Әрмен қарай пробел оператор пересечения множеств дейді, яғни бірнеше жолмен, мысалға екі диапазонның бір-бірімен қиылысқан жерін белгілейді. Міне B7 мен D7 диапазонның арасына пробел қойып C6, C8 десек, осы екеуінің арасында қиылысатын C7 деген ұяшықты көрсетеді. Әрмен қарай келесі бізде доллар белгісін қазір сендерде есеп шығару арқылы көрсетейін. Доллар келесі бізде оператор доллар белгісі бізде есептерде жиі кездеседі. Оны түсіну үшін, қандай қызмет атқаратынын білу үшін, қазір мұна мысал ретінде қарастырайық. Бізде осында бір кесте бар, және екі қатарда екі мәндер бар. Осы мәндерді мұна қиылысуында, ұяшығында көбейту мәнін шығарайық. Сонымен мысалға C2-ні көбейтем B3-ке. Яғни 100-15-ке көбейтем 1000 Енді біз білеміз Excel-де, егер мұна бір белгі шыққан кезде астына қарай жылжытсақ, осы формула барлығына пайдаланылатын, ауысатын білеміз. Осын жасап көрейік. Бірақ біз не көріп отырмыз? Біз қазір формуланың өзгергенін байқап отырмыз. Яғни біз былай көбейттік қой бағана, 100 бен 15-ті көбейттік, мәнін жаздық. Мына жерде 200 бен 1000-ді көбейтіп мәнін жазып, әрмен қарай осы тізбекті алып кетіп отыр. Бұл дұрыс емес. Яғни бұл жерде бізге 215-ке көбейту керек еді. Сол себептен біз доллар белгісін қолданамыз. Доллар белгісін мағынасы мынадай. Доллар қойылған жерде, яғни фиксируется. Сол жер, сол ұяшық, немесе сол жол баған бекітіледі, қозғалмайды. Сол нәрсе ғана пайдаланылатын болады. Біздің жағдайда C2 барлығы мына мәндер 300, 400, 500, 600-дар C2-ге көбейтіліп отыру керек. Яғни бізде мына жерде C2-ге көбейтілу керек, бірақ C өзгереді, ал бұлай қойсақ болады. C-ның алдына доллар белгісін қояйық, B4-ке көбейтіледі деп Enter'ді басайық. 3000 деген мәнді көріп отырмыз. Әрмен қарай осы формуланы енді применять етілейік. Әлде де бізде қателік бар. Не себепті? Себебі бізде C өзгеріп отырады. Сол себепті біз доллар белгісін C-ның емес 2-ның алдына қоямыз. Енді осы формуланың барлығына жасап көрейік. Міне мән дұрыс шықты. Яғни барлығы 15-ке көбейтіліп шықты. Дәл сол секілді мұнда жолға да жасап көрсек болады. Бұл жерде міне өзгерткенде қателік шықты. Осы жерде біз не істейміз? Біздің өзгеріп отырған бағанды фиксируем. Яғни қазақша айтсақ шегелейміз. Ол қайсысы? Ол бізде C3-ке көбейтіп отыр, я? Осы C3 емес, бізде ол көбейту керек. Неге? Так, формуланы жазайық бірінші. Жалпы бұл жерде не көбейтілу керек? C3 көбейтілу керек D2-ге. Бізде C3 емес, B3.
b3. Бізде шегелену керек b-ның алдына біз доллар белгісін қоямыз да Enter'ді басамыз. 2000. Әрмен қарай осы формуланы барлық ұяшықтарға жасайтын болсақ, міне результат экраннан көріп отырсыңдар. Ал енді тағы бір мысал, мысалға 30 бен 400-ді көбейтейік. Мұнда B6 көбейту F2. Осы жерде біз доллар белгісін 2 жолға да бағанға да қойсақ болады. 12.000. Осы санды былай да жылжытсақ, былай да жылжытсақ, осы мәнді былай жылжытсақ та 12.000 шыға береді. Яғни бұл доллар белгісі, яғни екі жағынан белгіленді деген сөз.